табиғатым, тіршілігім, ырысым. Сенсіз менің тарылады тынысым, биік-биік тауларыңа қарасам, алшаң басып түзіледі жүрісім. Сенсің менің тазалығым, тұнығым, сенсіз менің үзіледі үмітім. Сен бар жерде жыр тұнады көңілге, сен бар кезде құлшынамын өмірге. О адамзат, аялашы, қорғашы, өзің туып, өзің өскен ортаны. Келе жатыр талай сәби өмірге, ең болмаса соның жайын ойлашы. О адамзат, аман жүргің келсе егер, қарап тұрма, несібен ғой қара жер. Табиғаттың тазалығын сақтағын, азаматтық борышыңды ақтағын. Ата-баба елі үшін аттанған, сол кездерде бізге сеніп сақтаған, ұрпақтардан ұрпақтарға мұра етіп, қазақ жерін қарашықтай сақтаған. Сусын құюға арналған пластикалық бөтелкеден шай қасығын жасауға болады. Ол үшін маркермен қасықтың формасын сызып, қайшымен қиып аламыз. Мінекей қасық дайын. Енді оның өткір қырлары қолыңызда кесіп кетпеу үшін отта бір айналдырып ұстау керек. Мына құтыдан саптаяқ жасауға болады десе сенесіз бе? Қазір бірге көреміз. Келесі бұйымды жасау үшін жарты және 1,5 литрлік мынадай ыдыс керек. 1,5 литрлік ыдысты ортасынан кесеміз де, жарты литр құтыны басын төмен қаратып, ішіне саламыз. Бір-біріне кіріккен құтыларды енді екі жағынан кесіп таяқшалармен ұстатамыз. Міне, шырын сығатын құрылғы әзір болды. Ал мына 2 литрлік ыдыстың басы мен аяғын ғана кесіп алып, сосын оны біріктіреміз де, қақпақтың көлемінде 3 жерінен қиып алу қажет. Енді осы кесілген жерді бөтелкелердің қақпағымен желімдейміз. Мінекей тіс пастасы мен щеткаларды салатын бұйым дайын. Бізге астыңғы жағынан кесілген 2 құты керек. Екеуінің де қиылған тұсынан желім жағып, оны киімге арналған сырғытпаға, яғни замокқа жабыстырамыз. Енді осы 2 бөлшекті біріктіргенде балалардың ойыншығын сақтауға арналған бұйым пайда болады. Сыйлық салатын қорапты қолдан жасауға болады. Ол үшін пластикалық бөтелкенің ортасын қайшымен қиып алып, оны 4 бұрыш етіп бүктеп, екеуінде бірдей көлемде тағы кесіп аламыз. 2 бөлікті бір-біріне біріктіреміз. Оның ішіне қол сағат салып, туған күн иесіне берсеңіз, ерекше сый болмақ. Келесі тұрмыстық бұйымға 5 литрлік сусын ыдысын қолданамыз. Оны да ортасынан кесіп, жоғарғы бөлігін аламыз. Кесіп алған жағын қалаған түсіңізге бояңыз. Біз ішін ақ, сыртын қызыл түспен сырладық. Енді оған шам ділеміз. Осымен жұмыс бітті.